Неге біз күйеуімізге төсекте түрлендіріп жағымпаздануымыз керек, біз олар түрлендірсін. Неге біз күйеуімізді өйтіп аялауымыз керек, олар бізді аяласын деп, салғасып отыратын. Комментариydегі хотундарға айтарым бар ғой, иә, неге бізді Құдай әйел и еркек қылып жаратты? Неге жынысымызды екі түрлі қылып жаратты? Неге бәрін бірдей адам қылып жарата салмады ма? Егер бізде жаңағыдай тепе теңдік болса, біз бәрібір мойындама еркектен бір сәт төменбіз. Күш жағынан болсын, логика жағынан болсын, бәрібір біз төменбіз. Негізі күйеуіңе сене білу керек та. Ал иә, әйелдер бар, бәріне қол жеткізе алады. Негізі бүкіл әйелдер қол жеткізе алады, еркектерсіз ақ қалауына, бірақ пахать етіп, қиналып, стрессовать етіп жеткізеді да, как еркектер, как мужик пахать етеді да. А маған мысалы онда ұнамайды, наоборот, мен күйеуім пахать етсе екен, ал мен на расслабоне, на наслаждение жүргім келеді. Сол арқылы өзімнің хотелкаларыма қол жеткізгім келеді, оңай. Сол үшін де күйеуімнің өскенін қалаймын. И мен сол үшін де төсекті түрлендіремін. Бірінші, өзімнің өмірден және секстен удовольствие алу үшін. Ал екінші, күйеуімде төсектен удовольствие алып, энергиясы көтеріліп, шабыты ашылып, табуға, миллиардер болуға шабыты ашылғанын қалаймын да. Бізді асыраушы екенін сезінгенін де, күшті екенін де сезінгенін қалаймын. Сол үшін де төсекте, мен не істеймін, түрлендіремін. Сіздерге де советую, қыздар. Мен бүйтіп сендер істеңдер деп жатқан жоқ, мен өзімнің істеп жатқан практикамды сіздерге бөлісіп жатырмын. Сондықтан әртүрлі образдар алып, әртүрлі техникаларды қолданып, әрине шынайы болып, өзгеріп, талпыныңыздар. И ешнәрсе ответсіз қалмайды. Құдайдан дұға етіңіздер. Менің осы әрекетіме орай сізде күйеуімнің дәрежесін көтеріп, оның маған деген махаббатын арттырып, табысын арттырып, ризығын арттырып, күйеуім арқылы көп сондай хотелкаларыма қол жеткізсем екен, осы мысалға машина Range Roverға, бриллиантқа сондай қол жеткізсем екен, Мальдивке барсақ екен бірге деп, в общем, дұға етіп Алладан сұраңыздар, әрекетіңізге қарай Аллах тағала сұрағаныңызға қарай береді. Күйеуіңіз арқылы беретін болады. Сен төсекті түрлендіріп, ләззат берсең, ол да саған ләззат береді. Подаркалай да береді, төсекте кухня жасап та береді. Қалауыңа қарай. Так что, қыздар, еркекпен жасудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Наоборот, оны өсіруге жағдай жасаған дұрыс деп ойлаймыз. Әрбір мықты еркектің артында нәзік әйел бар. Оған мотивация беретін, энергия беретін, успокоение, удовольствие беретін әйел бар. А не то әйел салыстыратын, онымен жарысатын, оның мысын басатын, онымен миын ашытып ұрса беретін. Так что, қыздар, я советую төсекті түрлендіріп, кішкене болсын күйеуіңе иіліп, женственная бола білу. Ал енді жағдайларыңызға қарай көресіздер. Жағдайларыңыз, әйел негізі мықты. Любой ситуацияны өзіңіздің жағдайыңызға қарай ыңғайластырып алсаңыз болады, ақырындап, білім арқылы, әрине. Бұл менің ойым. Сіздерде ойларыңыз болса, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен мен сырлас Мадина Құрбым.